Барлықтарыңа сәлем. Бүгін сіздермен иммунитет көтеру тәсілдерімен бөлісетін боламын. Киви жемісінде серотонин өте көп болуына байланысты ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы. Кивиде С витамині көп, иммунитетті көтереді, артық майларды ыдыратады. Таңғы асқа бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Бұл сусынды аптасына бір рет тұтынып, ағзаны тазартуға болады. Зімбір құрамында витамин, минерал және эфир майлары бар. Зімбір суық тию кезінде қолданылады. Бойды жылытып, денеден тер шығаруға көмектеседі. Зімбір сусыны иммунитетті нығайтуға, артық салмақтан арылуға және денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Сәбіз шырынын күніне 1 литр ішіп тұрсаңыз, денсаулығыңызды түрлі аурудан аман алып қаласыз. Сәбіз шырыны адамның оптикалық жүйесін жақсартады, оның құрамындағы пайдалы элементтер қан айналымды да қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар жүрек, қан тамыр аурулары, бүйрек, бауыр ауруларына шалдыққан кезде өте пайдалы. Асқазан сөлінің қышқылдығын төмендету үшін де тұтынады. Сәбіз шырынын күніне 1 стакан қабылдасаңыз, оған сүт немесе қаймақ қосып ішуге болады. Қызанақ құрамында адам организміне пайдалы А, Е, С дәрумендер бар. Қызанақ иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартады. Қызанақ гастритке, жүрек ауруларында, қантты диабетке, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақ шырынын ішу қан қысымын төмендетіп, жүрек тамыр ауруларының пайда болу қаупін азайтады. Қияр шырынында А дәрумені көп. Ол қатерлі ісік жасушаларының пайда болуын болдырмайды, дененің қартаюын тежейді, көру қабілетін жақсартады, сүйекті, шаш, тырнақ, тісті нығайтады. Қияр шырыны бет терісі мен тонусты тегістейді. Қияр құрамында калий, кремний, күкірт бар. Өт қабындағы тастарды еріту үшін бірнеше ай бойы күніне жарты литр қияр шырынын тұтыну керек, және де есте сақтау қабілетінің алдын алады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.